Ассалаумағалейкум, әке. Вағалейкум ассалам. Амансыңдар ма, қарақтарым? Сәлем бердік, ата. Рахмет, көп жасайын алайын. Мағжанды ақыры алып келіпсіз ғай. Мағжан, хал қалай? Жақсы. Ата, шай ішіңіздер. Дастарханға береке берсін. Кетпес дәулет, кең пейіл берсін. Денсаулықтарың мықты болсын, қарақтарым. Аумин, Аллаху акбар. Аулаймақ аман ба, әке? Інім, Ауылдағылар жүр кел, ғой бәрі. екеуміз ойнайықшы. Әркім өзінің жұмысында, мына Мағжанымызда міне жігіт боп қалды. Осы қалаға келіп, бір үлкен орындардан Бұзық жақсы білім болма. алса дейміз. Атау, зерігіп кеттім. Далаға шығайыншы. Бұл қала ғой, балам. Адасып кетті. Әке, біздің ауланың балалары жақсы. Балам, сен осы ауладан ұзақ кетіп қалып жүрме. Жарай ма? Мен де ойнайыншы. Сен қайдан келдің? Атың кім? Қайда тұрасың? Мен ауылдан келдім. Атым Мағжан. Атамның баласымын. Мұнда қыдырып келдің бе? Жоқ, енді қалада оқимын. Атам қалада оқыған жақсы. Бәрі бар, спортқа қатысасың деді. Илхам, атаң яшы қаншада? 75-те. Менің атам күшті ғой, ақылды. Ауылдағылардың бәрі сыйлайды. Мен де атамның баласымын деп ойлап жүргем. Сөйтсем, атамның немересі екенмін. Не салып жатырсыңдар? Қала, біздің қала Қазақстандағы ең әдемі қаланың бірі болады. Мен сәулетші боламын. Ал мен ғарышкер болғым келеді. Тоқтар атам сияқты. Алақай, ура! Папам маған велосипед алып берді. Ура! Алақай, ура! Өй, мына біздің көк ту ғой. Дене, бұл менің туым. Бер дедім. Бермеймін. Бермеймін. Мәссаған. Ой. Не істедім? Мамам ұрсад. Менің туым. Мағжан, бұның дұрыс болмады. Сен неге Диманы ренжіттің? Әй, қойшы оны. Біздің туымызды белсебетіне тағып алып, ойыншық қылып жүр ғой өзі. Сен неге өйтіп айтасың? Бұл бәріміздің туымыз. Сенің де, менің де, Илхамның да. Иә, бәріміздің туымыз. Бәрібір оныкі дұрыс емес. Неге? Солай. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ата. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Астағфирулла. Аллахумма антассалам. Ботақаным менің. Атаң намаз оқып жатқанда кедергі жасама. Жарай ма? Дұрыс, балам. Сен онда мысықпен ойнай тұр. Ата, қараңыз, менде еліміздің туы бар. Айналайын құлыным. Сен оны қайдан алдың? Бір орыс баладан тартып алдым. Не дейді? Белсебетіне тағып алыпты. Біздің туымызды қор қылып. Бұл ісің дұрыс болмапты. Ят болды ғой құлыным. Неге? Ол орыс емес пе?
Әлгі орыс бала да Қазақстан азаматы балам. Туымызды қадірле білген екен. Осындай өзге ұлт өкілдеріне біз тек ризалығымызды білдіруіміз керек. Не үшін? Ата! Уақыт та жақындап қалыпты. Теледидарды қосайық. Қазір финалға біздің Ильямыз шығады. Құдай қаласа ол екінші мәрте Олимпиада жеңімпазы болайын деп жатыр. Қазақстан, алға! Алға, Қазақстан! Қазақстан жеңді! Алға, Қазақстан! Сіздер неменеге қуанып жатырсыздар? Илья қазақ емес қой. Ой, о не дегенің құлным-ау! Илья дәл қазір бүкіл әлем алдында Қазақстанның абыройын көтерді. Соның ерлігінің арқасында мемлекетімізді дүние жүзі танып жатыр. Қазақстанның бақыты оның көп ұлттылығында деп айтқан Нұрсұлтан атаң. Осы есіңде болсын, балам! Алтынның астана, алтыннан даласы, ерлігін дастаны, ерліге қаршы. Ежелден ерлеген даңқымыз шықты ғой, Намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің елім, гүлің болып егілемін, жырың болып төгілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Көмектесіңізші. Батпырауығымды алып беріңізші. Қойдың? Ол тал бұтақтарына ілініп қалды. Қане, көрсет маған батпырауығыңды. Ұста. Рахмет. Агатай, сіз қандай батылсыз? Бұдан бұлай ашықтау жерге ойна. Сен не істеп жүрсің? Қане, үйге жүр. Жолама бізге. Мен сенімен ойнамаймын. Дима, мен сені ренжіткенім үшін кешірім сұрағалы келдім. Дос болайықшы. Айттым ғой саған, ойнамаймын сенімен. Қойшы енді, кешірші мені. Қаласаң, мен саған асық ойнауды үйретейін. Асық дейсің бе? Оны қайдан аламыз? Менде асық көп. Міне, қара. Мәнге бәріңші. Маған да берші. Мені де үйретші. Мен де ойнайын, ей. Мына сақа менікі болады. Алшы табан. Қаласаң, велосипедіммен серуендеп қайтсаң болады. Қарындасыңды отырғызсам бола ма? Әрине. Көк тудың басында алтын шапақ